Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айдана. Бүгін ерекше медовик тортымен бөлісетін боламын. Оның ерекшелігі осылай тортты кескен кезде вертикальный болып кесілуі. Ең алдымен достар, осындай сәтенек қалың болуы тиіс. Үстіне қантымызды салып, баяу отта қантымызды карамельге айналдыратын боламыз. Сол аралықта бөлме температурасында сары майымыз бен миотымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Міне достар, құр қанттың өзі осындай карамельге айналады. Кейін үстіне еріген сары майымыз бен миотымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне осылай жұмыртқаларымызды жарып араластырамыз. Тез-тез араластырғандарыңыз дұрыс, болмаса венчикпен араластырыңыздар. Кейін үстіне сода саламыз, осындай түске енеді. Үстіне 2-3 бөліп ұнымызды саламыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Жұмсақ қамыр енетін боламыз. Кейін үстіне қалған ұндарымызды салып, қолмен жұмсақ қамыр енейміз. Қамырымыз дайын болды. Кішкене қолға жабсады, ол ештеңе етпейді. Кейін оны 8 бөлікке бөліп, әрқайсысын 130 граммнан дайындап қоямыз. Алдын ала пергамент қағазын осылай өлшеп қиып алдым. Қанша сантиметр екенін описанияда міндетті түрде жазып қалдырамын. Видеода көрсеткендей етіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен барлық шетіне тигізіп, шайып шығатын боламыз. Осылай етіп жайып шығамыз. Кейін шеттеріне шығып кеткен жерлерін кесіп алып тастасақ болады. Достар, дайын болған тестамызды қысып тұрған пешімізде 4-5 минутта пісіріп алатын боламыз. Одан көп қоймаңыздар, себебі тесталарыңыз қатып қалуы мүмкін. Кремін дайындаймыз. Салқын сливкемізге қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне творожный сырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай қою болады, қатты масса шығатын болады. Төңкерген кезде креміңіз сыртқа ағып кетпейді. Осылай кондитерский мешокқа салып, дайындап аламыз. Достар, дайын болған кремімізді осылай піскен тестамыздың үстіне дәл видеода көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Барлық шетіне кремдеріміз тиюі қажет. Міне барлық қождарға осылай кремімізді жағып шығып болған соң тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп осылай орайсыздар, кейін бірінің үстіне бірін қойып орап шығасыздар. Кейін тортыңыз үлкейе бастағанда айналмалы тарелканың үстіне қойып, қалған қождарды осылай қойып шығамыз. Қалып кеткен креміңізді бетіне жағып, холодильникке 7-8 сағатқа қоямыз. Енді аптешкасын дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында сары майымыз бен сахарный пудрамызды салып, кейін үстіне творожный сырды салып араластырамыз. Осындай қатты масса шығатын болады. Кейін үстіне өздеріңіз қалауларыңызша краситель қоссаңыздар болады. Мінекей дайын болған тортымыздың үстіне аптешкамызды жағып шығатын боламыз. Міне достар, осымен вертикальный медовик тортымыз дайын болды. Кескен кезде өте жұмсақ болып кесіледі. Дәмі де керемет болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.